Қайырлы күн, құрметті курсқа қатысушылар. Бүгінгі сабағымыз ол отчет тапсыру, яғни с работниками. Егер сізде жұмысшы бар болса, онда упрощенный режимдегі отчетты, яғни 910 формалы отчетты қалай тапсырамыз туралы айтылатын болады. Ілтипа ключіңізбен әдеттегідей жеке кабинетіңізге кірдіңіз, яғни кабинет.салық.kz сайтына, настройки басыңыз, настройка списка форм басамыз. 2021 жылғы отчет, яғни за первый полугодие, алдағы уақытта біз осы бірінші жарты жылдықты тапсыратын боламыз. 910 форма, упрощенная декларация таңдаймыз. Қараңыздар. 910 форма жалпы негізгі формадан және де екі приложениеде тұрады. Негізгі форма ол сіздің өзіңіздің, яғни личный данныйлардың тұстырміне, ИП-нің өз егесінің жалақысы ретінде толтырылады. Ал екінші ол сіздің жұмысшыларыңыз бойынша толтырылады. Яғни, мінекей мына бірінші тұрған 910.01 бұл Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын жұмысшыларыңыз бойынша, ал екіншісі шетел азаматтары немесе азаматтығы жоқ адамдармен жұмыс істесеңіз, онда осы екінші приложениені толтырасыздар. Енді бұл в основном упрощенкада бола бермейді, без гражданства деген иностранец. Сол себепті давайте толтырып бастайық. Міне автоматты түрде сіздің аты жөніңіз шықты. Полугодие, бірінші полугодие 2021 жылдың. Келесі не ведет бухгалтерский учет, бұл айтылды. Келесі вид декларация, егер бірінші рет тапсырсаңыздар, первоначально кезекті отчетыңыз болса, очередной, егер қандай да бір қателер болып сіз қосымша енгізетін болсаңыздар, түзетулер енгізетін болсаңыздар, толықтыратын болсаңыздар дополнительно, немесе по уведомлению, немесе ИП жабатын болсаңыз, онда ликвидационный таңдайсыздар. Яғни сіз ол алдыңғы видеоларда көрсеткен болатын. Келесі, признак резидентства, яғни сіз Қазақстан Республикасының азаматтығысыз. Келесі приложение, ол представленный предложение біріншісін белгілейсіздер. Енді келесі раздел бізде исчисление налогов. Бірінші бізде доходтан бастаймыз. Доход бізде общий 5 миллион теңге болды дейік. Енді әртүрлі болуы мүмкін сізде доход өзіңізге байланысты. Доходтың екі түрі бар айтылды, безналичный расчет путем и путем наличных расчетов. Яғни путем безналичных расчетов ол счет арқылы қабылдаған төлемдердің, және де путем наличных расчетов ол касса аппарат арқылы егер қабылдаған болсаңыздар, допустим, счет арқылы 3 миллион деп жазайық, және касса арқылы 2 миллион. Келесі екінші трансфертное ценообразование толтырмайсыздар. Үшінші среднесписочная численность работников, в том числе пенсионер болса, инвалид болса деген. Так, менде работник екеу, сізде үшеу, төртеу, бесеу болуы мүмкін. Бұның ішіне сіз өзіңізді кіргізбейсіз, тек қана работниктеріңізді жазасыздар. Бұның ішіне мысалы бір пенсионер болуы мүмкін, немесе біреу инвалид болуы мүмкін. Соны жазасыздар өзіңіздің жағдайыңызға қарай, яғни. Доходқа айта кететіні, сіздер мысалы 555 мың ба грант бөлінеді ғой, соны алатын болсаңыздар доходқа кіргізесіздер. 550 мың, 5 миллион 550 мың деген сияқты. Яғни гранттың сіздің доходтан бөлек болса, бірге қосып жазасыздар, міндетті түрде. Доходқа негізінен мемлекеттен алынған грант, субсидия қандай да бір жатады, ал кредит жатпайды. Сол себепті кредитті қосып жазып қоймаңыздар. Келесі, қараңыздар, сізде доход жазғаннан кейін салық есептеулер өздігінен автоматты түрде жазылып тұр. Енді төртінші пункт, среднемесячная заработная плата на одного работника, яғни қараңыздар, бізде екі жұмысшы ғой, осы екі жұмысшының жалақыларын
бір жұмысшыға есептеген кезде, яғни орташа айлықтарын есептейміз, жазамыз. Мінекей, сізге осы құжатты жіберетін боламын. Міне жұмысшының төлемдерін есептеу. Орташа айлығын анықтау. Қараңыздар, бір полугодияда 6 ай бар, иә? Сіздер әр айдағы айлықтарын қосасыздар. Менде мысалға бір жұмысшыда тұрақты 100 000 теңге ай сайын, 6 ай бойы ол 100 000 теңгеден алды. Ал екінші жұмысшы мен 50 000-нан 6 ай бойы алып шықты. Сол екеуін қостым, 100 000-ні 6-ға көбейттім де, 6-ға бөлсем, сонда менде орташасы шығады. Жұмысшы санына бөлген кезде 75 000 теңге менде орташа айлық анықтау. Сіз мына жерде мысалға бір жұмысшыда сізде әртүрлі жалақы болуы мүмкін. Бір айда 100 000, бір айда 80 000, бір айда 90 000. Соның барлығын бөлік-бөлік қосып, орташа жалақыны шығарып аласыздар, соны ескеріңіздер. 75 000 теңге мен мына жерге жазамын. Мінекей. Так, сумма исчисленных налогов менде 150 000 теңге. Келесі 6. Корректировка суммы налогов в соответствии с пунктом 2 статьи 687 налогового кодекса. Яғни, қараңыз, салық кодексінің 687 бабының 2 пункті бойынша корректировка енгізуге болады. Яғни, сіз мына 150 000-нің салықтарын мына жердегі азайтуыңызға мүмкіндік бар деген сөз. Сондықтан корректировканы қалай жасаймыз? Міне. Яғни, егер орташа айлықтары ИП-да 23 МРП, заңды тұлғаларда 29 МРП-дан көп болатын болса, яғни немене келіп тұр, көп болатын болса, олар 1,5%. Яғни бізде 1,5-ды мен сразу мына жерден 0,15 деп белгілеп кеттім. Осы суммаға корректировка жасап қойға болады. Бізде ол ИП-да қараңыздар 23-ті 2917-ге көйтеміз. Яғни 2917 дегеніміз мана 1 МРП-міз бізде. Месячный расчетный показатель. Айлық есептік көрсеткіш. Осын 23-ге өткенде 67,91. Ал заңды тұлғаларда міне 29-ға көбейткенде 84,593 теңге. Қараңыз. Сонда бізде ол жаңағы орташа жалақымыз 75 000 теңге. Яғни бізде 67,91 теңгеден асып тұр. Сол себепті біз корректировка жасай аламыз. Яғни корректировканы пайдаланамыз. Ол үшін біз міне салық жаңағы 150 000 теңгені сотрудниктердің санына, яғни жұмысшылардың санына көбейтеміз, және 0,15-ке көбейтеміз. Сонда менде 4,5 теңге шықты. Қараңыздар. Мына жерге 4,5 деп жазамыз. Сонда қараңыз, мына жерде астындағы налогтар, яғни подоходный налог пен соцналог, әлеуметтік налог, және де мына міне қараңыз, сумма индивидуального подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет, да, подоходный налог, соцналог, барлығы автоматты түрде азайды. Яғни бұл корректировканы пайдаланудағы мақсатымыз біздің мына салығымызды азайту. Егер мына корректировка болмаса, бізде қараңыздар. Мінеге қанша сумма шықты көріп тұрсыздар ғой. Сондықтан корректировка енгізген дұрыс. Бірақ құрметті қатысушылар, негізінен бұл корректировка 2023-ге дейін аса қатты актуальны емес. Себебі табыс салығын, әлеуметтік салық төлемейміз, біз босатылдық. 2023-ге дейін, яғни 2020 жылдың басында Тоқаев мораторий жариялады, 2023-ге дейін салықтан босатылды деп. Бірақ 23 жылдан кейін сізге қажет болады, сол себепті бұны ұмытпаңыздар. Енді 23-ге дейін салықтан босатылғаннан кейін бұл жерге 8-ші және 9-ші графаларға 0 қойып кетеміз. Міндетті түрде 0 қоямыз. Ал 23-ші жылдан кейін бұйыртса бұл суммалар қалатын болады, егер әрине создырмаса мораторийдің. Әзірге бұл актуальны емес, 0 деп қойып кетеміз. Келесі екінші бетке көшеміз. Доход. Так, раздел исчисления социальных платежей за ИП.
Доход для исчисления социальных отчислений. Яғни сіз әлеуметтік қаударымды қандай суммадан жібересіз, яғни қандай табыстан жібересіз. Енді минимальный заработная платаны жаза берейін, 42.500 сізге. Енді қанша табыс болса да, мысалға сізге оның мысалға соцотчисление пенсионкадан аса қатты көп болуы маңызды емес. Пенсияға шығайын деп жатқан жағдайда болмаса, мысалға, немесе декретке шығайын деп жатқан жағдайда болмаса, енді аса қатты маңызды емес. Сол үшін минималкадан толтыра беруіміз керек. Қараңыздар, мына жерде автоматты түрде уже 1488 теңге сіз уже социальное отчисление қою қажет боласыз. Келесі пенсионный взнос то же самое, 42.500 теңгені копируйте, поставите здесь. Автомат түрде міне мында шықты. Мен страховку фиксированная сумма 2475 теңге. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай 6 айлық толтыра саласыз. Енді сізде алдыңғы отчеттарда айтып жатырмын мен. Мына жерде егер сізде әртүрлі болуы, мысалы бір айда сіз 70 мыңнан аударуыңыз мүмкін. Сонда ескеріңіздер, әртүрлі болуы мүмкін, міндетті түрде бір қатып қалған сумма емес. Немесе мына суммалардың барлығы 297.500 болуы мүмкін. Себебі декретке шығуға дайындалып жатсаңыз, Келесі раздел начисленные доходы физических лиц. Яғни мына жерде жалпы табысы қанша болған жазамыз. Біз жаңа 100 мың бір жұмысшының, екінші жұмысшының 150 мың деп алдық деп есептейік. Міне қараңыздар. Менде бірінші жұмысшы 100 мың теңге, екінші жұмысшы 50 мың теңге. Мына 50 мың теңге не себепті алдым? Себебі бір нюанс, мына жерде 25 айлық есептік көрсеткішке дейін айлық алатындардың табыс салығы 1% болады. Ал 25 айлық есептік көрсеткіштен асатын болса 10% табыс салығы. Бұл жерде қараңыздар, 100 мың және 50 мың екі жұмысшының қосқанда бізде 150 мың болды. Сонда мына жердің барлығына 150 мыңды жазып шығамыз. Тоже 100 мың. Так, в том числе за отчетный период. Яғни мына жерге мен 900 мың теңгені жазып шығамын. Барлығын қосқан кезде 6 айдағы. Отчетный период деген осы период бірінші полугодие. Так, доходы работников. Менде бұл жерде келесі бетке көшеміз. Исчисление индивидуального подоходного налога и соцплатежей физических лиц. Значит, сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет доходов граждан Республики Казахстан. Яғни Қазақстан Республикасының азаматы бойынша жазасыздар. Мына жерде міне 18-ші яғни бөлімді, табыс салығын есептеу, яғни Қазақстан Республикасының заңы бойынша жалпы табыс салық бізде қазір. Мінекей қараңыздар. 100 мың теңге, мысалға бір жұмысшының айлығы 100 мың теңге, оның 10%-на пенсионный взнос, 100 мың теңгенің 10%, 10%, 10 мың теңге, яғни пенсионный взнос. Бір МЗП алынады, міне 42.500 теңге бір МЗП деген бізде самый минимальный заработная плата. И ВСМС ол 2 мың теңге, яғни 2%, 100 мыңның 2% бізде 2 мың теңге. Міне табыс салығын есептеу үшін осы формуланы пайдаланамыз. Айлық минус пенсионный взнос, минус минимальный заработная плата и минус взнос медстрахования. Және де осыны 10%-ға көбейтеміз. Бізде 4550 теңге. Бұл 100 мың теңге айлықтан ұстап тұрған табыс салығы осыны. Так,
болып тұра берсін бірінші жұмысшының. Ал екінші жұмысшыда бізде 50 мың теңге, яғни 25 айлық есептік көрсеткішке дейінгі жалақы бұл 50 мың теңге. Бұдан мінекей пенсионный взнос 5 мың теңге аламыз, и минимальный заработная плата 42 500, и страховка 1000 теңге аламыз. И 1%-ға көбейткен кезде 15 теңге. Сонда 4550-ді 4550 теңгеге 15 теңгені қосамыз. Сонда бізде 4565 теңге. Мына жерге 4565 теңге деп жазамыз. Мінекей осылай барлығына жазып шығамыз. Мынау иностранецтер, бұл бізде жоқ. Келесі раздел. Исчисление индивидуального подоходного налога и соцплатежей физических лиц. Доходы физических лиц, с которых исчисляются социальные отчисления. Қараңыздар, мына жерде яғни соцотчисление қандай суммадан ұсталды, соны жазып шығамыз. Соцотчисление бізде қараңыздар. Негізі социальное отчисление былай есептеледі, 100 мыңнан пенсионный взнос біз жұмысшы жоқ болса, мысалы өзімізге біз былай есептедік, мысалға таза пенсионный взнос алмай сразу 3,5%-ке қойып тастадық қой. Солай есептедік, социальное отчисление. А мына жерде біз 10 пенсионный взнос шегереміз. Социальное отчисление есептеу үшін жұмысшылар үшін 100 мыңнан 10 мың аламыз, 90 мың теңге, 3,5-ға көбейткенде 3150. А бізде мына жерде мынадай сұрақ. Қандай суммадан сіз аудардыңыз? Біз қандай суммадан есептедік? 90 мыңнан есептеп отырдық. 100 мыңнан 10 мың алған кезде 90 мың, и сәйкесінше міне екінші жұмысшынікі 50 мыңнан 5 мың алған кезде 45 мың, екеуін қосқанда 135 мың теңге, 135 мыңнан есептеп отырдық. 135 мың теңге деп жазып шығамыз бүкіл жерлерге. Сумма социальных отчислений к уплате. Манағы енді біздің қараңыздар. Есептеп алдық қой міне. 3,5%-бен есептеген кезде уже 3150-ге 1575 теңгені қосамыз. Сонда бізде 4725 теңге. Енді осы 4725 теңгені барлық айларға көшіріп жазамыз. Мінекей полный сумма шықты. Келесі. Доходы работников, с которых удерживаются обязательно пенсионные взносы. Яғни пенсионный взнос. Бірінші жұмысшынікі енді көрсетпей қоймын, бірінші жұмысшынікі бізде 100 мың, екінші жұмысшынікі 150 мың, сәйкесінше 150 мың деп қосамыз. 150 мың деп жазамыз. Осының келесі. Сумма обязательных пенсионных взносов к уплате. Міне, пенсионный взнос. Қанша аударамыз ол 150 мыңнан? 15 мың, яғни бірінші жұмысшыдан 10 мың теңге, екінші жұмысшыдан 5 мың теңге. Сонда 15 мың теңге пенсионға аударамыз жұмысшы. Мінекей. Келесі. Сумма обязательных профессиональных пенсионных взносов к уплате. Яғни профессиональный пенсионный взнос деген ол бөлек бір пенсионканың түрі бар. Егер жұмысшы жұмысшының яғни денсаулығына зиян келетін ауыр жұмыс жасаса, осы профессиональный пенсионный взнос отырады. Бізде бұл жағдайда, біздің жағдайда ондай жоқ, себебі бізде ауыр жұмыс жоқ. Келесі. Арғарай. 26. Доходы, принимаемые для исчисления взносов. Мне қараңыздар, взносов и отчислений на ОСМС, на обязательный социальный страховка. Взнос. Бұнда да 150 мың теңге жазылады. 150 мыңнан, яғни екі жұмысшынікі
осы суммадан аударып жатырмыз, иә. Қараңыз. Себебі страховканы есептеу үшін осы 150 мыңнан есептейміз. Ешқандай шегерім жоқ бұдан. Пенсионка ештеңе алмаймыз. Бірден осы суммадан есептейміз. Яғни бірінші жұмысшыдан 100 мыңнан, екінші жұмысшыға 50 мыңнан, сонда бірге 150 мыңнан есептейміз, иә. 150 мың. Тазық. Енді бұл жерде қараңыздар. Взнос и отчисление. Екеуін қосып жазып жіберген. Мен взносы деп отырмын. И отчисление дегенде бар екен. Отчисление болмағанда тек қана взносы в ОСМС болатыпты. Мына жерде в ОСМС и ОСМС деп тұр. Яғни взнос пен отчислениеге бөлек-бөлек графа берілмеген. Общий бір графамен есептейміз. Енді взносы для отчисления бізде 2% есептеледі. Так. Мінеке взносы 2%, отчисленияде 2%. Бұл өстіп 2%-ға өзгертіп қойды, екеуін бірдей қылдырып. Қараңыздар. Мына жерде бізде бірінші жұмысшыға 100 мың теңге жалақы алатын жұмысшы үшін 2 мың теңге взнос и және де 1000 теңге ОСМС. Сол сияқты 50 мың теңге 2 мың теңге жаңағы бірінші жұмысшынкі, мына жердегі 2 мың теңге де бірінші жұмысшынкі, яғни біреу взнос, біреу ОСМС. 50 мың теңге жалақы алатын жұмысшы үшін 1000 теңге взнос и 1000 теңге ОСМС. Сонда общий бізде 3000, 3000-нан 6000 теңге. Екеуін қосып жазып шығамыз мына жерге. Қараңыздар. 6000 теңге. Яғни 150 мыңнан 6000, 6000 теңге қосып жаздық. Келесі сведения о запасах. Бұл толтырмаймыз. Келесі бин номер. Осы жерде бір ескеретін жағдай, бин номер точно білмесеңіздер толтырмай қойыңыздар. Примерно деп толтырудың қажеті жоқ. Өйткені қате болып кетсе, бұл отчет, полностью қате болып кетсе, уже дополнительно толтыра алмайсыздар. Ошибка болып кетуі мүмкін. Сол себепті бұны тек қана удалить етіп тастап, қайтадан толтыру қажет болады бұл отчетты. Ол сізден көп уақыт алады. Сол себепті бұны толтырмай қойыңыздар. Толтырмасаңыздар ештеңе етпейді. И код органа государственных доходов по месту нахождения. ИП, яғни ИП-ңыз қай жерде, соны жазасыздар. Және өзіңіз по прописке қайдасыз, по месту жительства. Толтыра салайын өзімдікі бойынша. Келесі, мінеке бізде бірінші приложение елдік, яғни Қазақстан Республикасының азаматтары үшін, азаматтағы бар. Бірінші бетті ашамыз. Бет пунктында фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчествоны жазасыздар примерно. Например, примерно жазып жатырмын мына жерде. Көреміз, Фамилия, имя, отчество. Бір-екі әріптен қате кетіп қалса, ештеңе кетпейді. Самое главное, ең дұрыс жазсаңыздар болады. Міне, бұлай жаза салайын. Бірақ бұл қате. Қараңыздар, қате шықса, мына қызылмен қоршалып тұрады. Сол себепті қатесіз жазуға тырысыңыздар. Ең негізі қатесіз болу керек. Фамилия, имя, отчество бір-екі әріпке дымда қылмайды. Мысалға, білмеймін, бір фамилиялар придумаю. Сәйкес болып қалса, ренжімеңіздер, фамилияңызбен жөндеңіз. Мында да дәл сондай, мысалға, ең жазып шығасыздар, Неге мына жерде қате болуы мүмкін. Өйткені бұнда ең жоқ, қызылмен тұр. Келесі, статус физического лица. Мынаның барлығын қарап шығыңыздар енді. Негізінен бізде доход работника бойынша мінеке. Бұл бізде 341 баптың
Так, жоқ, міне осыдан таңдайсыздар, ешқандай бап емес, осыдан таңдасаңыздар болады. Бірінші статус, бірінші деп. Екі жұмысшыда бізде физлицо ретінде, яғни, иә, машин работник физлицо ретінде. Келесі. Так, мінекей. Е категория, міне, категорияда не жазамын деп ойласаңыздар, қараңыздар. В графе Е дейді, міне категория бізде Е графасында тұр. Егер мысалы жаңағы жұмысшыларыңыз дети, немесе лица зарегистрированы в качестве безработных, жаңағы жұмыссыздар қатарында болса, не работающая беременная женщина болса, осының арасынан қайсысына жатады, соны таңдап алсаңыздар болады. Менде ешқайсысына жетпейді, екеуі кәдімгі ересек адамдар. Сол себепті келесіден өтеміз. F начислено доходов дейді. Яғни бірінші жұмысшыда бізде 100 000 теңге жалақы, иә, осыны 6-ға көбейтеміз. 6-ға көбейтуді ұмытып кетпеңіздер, сонда бізде 6 ай бойы бұл кісі 600 000 теңге алды, екінші кісі 50 000-нан 6 ай бойы 300 000 теңге, иә. Болды. Бұл бет толтырылды. Келесі екінші бет. Доходы, не подлежащие налогообложению. Қараңыздар, міне 341 бап бойынша көрсетілген осы алимент, вознаграждение, дивиденд. Яғни көбіне бізде алимент төлейтіндер болады, сонда белгілеуге болады. Бірақ менде ондай жағдай жоқ, ешқандай да корректировка енгізілмейді, сол себепті бұл жерде мен пустой қалдырып кетемін. Ал сізде болса қараңыздар. Тоғыларда ғой, в основном алимент төлететін намна, бұларда ондай көбіне бола бермейді. Келесі, осы жерге алимент па бірдеңе таңдағаннан кейін, мына жерге суммасы жазылады сәйкесінше, қандай сумма, корректировка не подлежащих налогообложению, яғни. Келесі ай пункты, ол бізде сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных с начисленных доходов дейді. Бұл жерде тек қана, яғни 600 000, 6 айға көбейткен кезде 100 000 теңге алатын жұмысшының жалақысы, 100 000 теңге болса, 6 ай өтінде 600 000, одан 10% пенсион қалған кезде, жоқ, 100 000 теңгені